Армысыңдар балақайлар, ертегілер әлеміне қош келдіңдер. Бүгін сендердің назарларыңа қызықты, әрі шытырман оқиғаларға толы ертегілерді оқып беретін боламыз. Ендеше, зейін қойып, тыңдай қойыңдар, достар. Түрік халық ертегісі тышқандар мысықтың мойнына қоңырауды қалай іліп қойғысы келді. Бір күні мысықтан әбден зәбір көріп шаршаған тышқандар жиналып, өзара кеңес құрыпты. Олар мысықтан қалай сақтанудың жолдарын ойлап, әрқайсысы әр түрлі тәсілдерді айта бастапты. Бірақ олар дұрыс жолын таба алмай, біраз дауласыпты. Бір кезде тышқандардың арасындағы ең үлкені өз ойын айтыпты. Бір амалын тауып, мысықтың мойнына қоңырау ілейік. Мысық қозғалған сайын қоңырау сыңғырлап, бізге қауіп туралы ескертеді. Сол кезде біз тығылып үлгереміз, дейді. Бұл тамаша ой барлығына да ұнайды. Тышқандар өзара келісіп, қоңырау сатып алуға ақша жинайтын болып шешеді. Тышқандар енді кімнің қанша ақша беретінін есептей бастайды. Көп ұзамай олардың арасында жанжал туындайды. Өйткені олардың әрқайсысы басқаларына қарағанда өзі аздау беру керек деп ойлайды. Сен неге аз бересің? Мен неге көп беремін? Деп шиқылдап, ортақ келісімге келе алмайды. Тышқандардың шиқылдаған дауыстары іннің әр бұрышынан естіле бастайды. Мұны көріп, тыңдап отырған баяғы кәрі тышқан: «Тынышталыңдар, ақша жинамаңдар, мен қоңырауды өзім ақ сатып аламын. Бірақ сол қоңырауды мысықтың мойнына апарып білетін батыр бар ма арамызда?» деп сұрайды. Тышқандардың шиқылы сап тыйылады. «Кәне, сол хас батыр ортаға шықсыншы!» деп дауыстайды кәрі тышқан. Тышқандар үнсіз тына қалды. Мысықтың мойнына қоңырауды ілуге еш қайсысының да батылы бармайды. Тышқандардың дауы да осымен аяқталады. Ал мысық әлі күнге дейін өзінің тышқан аулайтын әдетін тастаған жоқ.